Сәлеметсіздер ме көрермендер? Бүгін мен экологиялық таза сабын Экоора жобасын іс жүзінде қалай жүзеге асатынын көрсетемін. Мен қазір сіздерді керекті нәрселермен таныстырып өтетін боламын. Бірінші, ол жануарлар майы. Ол жобаның ең табиғи өнімі. Сол себепті біздің сабын экологиялық таза сабын деп аталды. Келесі кезекте бізде натрий гидроксидімен жұмыс жасау. Натрий гидроксидімен жұмыс жасаған кезде қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Біздің экологиялық сабынның құрамына керекті заттар ас содасы және тұз. Енді келесі кезекте сабынымызға керек әртүрлі силиконды формалар. Енді бізге керекті әртүрлі түсті табиғи пигменттер. Енді процеске көшетін болса, табиғи майымызды тазалап, сүзгіден өткізіп аламыз. Жануардың майын сүзгіден өткізіп тазалап алдық. Енді сабынның құрамына керекті қосымша зат сабынның тосабы. Біз оны ертіп алдық. Енді келесі кадрде менің экологиялық сабынды қалай жасағанымды бірге тамашалайық. Сабынды кептіру үшін 24-48 сағат қажет. 48 сағат уақыт өткеннен кейін дайын болған экологиялық сабындарымыз гипоаллергенді, жан-жақты қолдану, этикалық өндіріс, жуу тиімділігі, маталарды сақтаумен қамтамасыз етеді.